Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 5-ші жаттығу еріксіз электромагниттік тербелістер мен айнымалы тоқ бөліміне келіп тұр. Енді осыны шығарайық. Бүгін қысқашалау болады, біраз алтақ есебіміз бар. Бірінші кедергісі 410 болатын резистор, кернеу 220 косинус 100 пи-ті заңдылығымен өзгертілетін айнымалы тоқ тізбегіне қосылған. Осы тоқ тізбегіндегі тоқ тербелісінің теңдеуін жазыңыз дейді. Тоқ неге тең? U бөлінген R-ға тең. Яғни 220-ны 400-ге бөлсек 0,55 косинус 100 пи-ті болады. Тоқ күшінің Т бөлінген 4 уақыт мезетіндегі мәнін табыңыз дейді. Сонда Т бөлінген 4 бұл 0,55 көбейтілген косинус 100 пи көбейтілген. Мынаны бүйтіп жазайық. Бұл омега, омега бұл неге тең? 2 пи бөлінген Т-ға тең. Ал уақытымыз Т бөлінген 4-ке тең. Қысқартатын болсақ, косинус 2 пи бөлінген 4, ол косинус пи бөлінген 2. Косинус 90 0-ге тең. Демек, бұның мәні 0-ге тең болады. Кедергісі 50 Ом айнымалы тоқ тізбегіндегі бөлігіндегі кернеудің амплитудалық мәні 100 вольтқа тең. Сонда жиілігі 100 герцқа тең. Тоқтың теңдеуін жазыңыз дейді. Тоқ неге тең? Ум бөлінген R косинус омега Т. 100-ді 50-ге бөлсек 2, косинус омега болса 2 пи көбейтілген 100, яғни 200 пи Т болады. Тоқ күшінің әсерлік мәні 0,1 амперге тең. Тоқ күшінің 3-ті бөлінген 2 уақыттағы лездік мәні неге тең? Бұл амплитудасының түбірасты 2-ге бөлінісіне тең әсерлік мәні. Соны амплитудасын таба аламыз. Амплитудасы түбірасты 2 көбейтілген 0,1. Ол шамамен 0,141 амперге тең. Ал енді тоқтың формуласы қалай еді? 2 пи бөлінген Т көбейтілген 3-ті бөлінген 2. 3 пи. 3 пи дегеніміз ол 2 пи қосылған пи, яғни косинус пи десек болады. Косинус 180 минус 1-ге тең. Сонда тоқтың мәні минус амплитудаға тең екен. Қуаты П жылытқыш құрал 220 вольт кернеумен қоректенеді. Құралдан өтетін тоқ күшінің әсерлік және амплитудалық мәндерін есептеңіз. Бұл U дегеніміз ол негізі әсерлік мәні, кернеудің әсерлік мәні 220-ға тең. Сонда жалпы қуат ол неге тең? Әсерлік U-дің әсерлік мәні көбейтілген тоқтың әсерлік мәні. Тоқтың әсерлік мәні 1 киловатт 1000 ватт бөлінген 220, шамамен 4,154 амперге тең. Онда амплитудалық мәні бөлінген түбірасты 2 ол әсерлік мәнге тең. Демек, амплитудалық мәні түбірасты 2 көбейтілген әсерлік мән 2-ның түбірастысын көбейтеміз 4,154-ке. 6,42, 6,14 дейсақ, 14 ампер. Тізбектегі тоқ күші мынандай заңдылықпен өзгереді. Тоқ күшінің әсерлік мәні, оның бастапқы фаза және жиілігін табыңыз дейді. Тоқ күшінің амплитудасы 8,5 амперге тең. Әсерлік мәні амплитудасын түбірасты 2-ге бөлгенге тең. Демек, 8,5 бөлінген 2-ның түбірастысы 6-ға тең екен. 6,01 ампер. Бастапқы фаза деген ол мынау. Фи 0, 0,325 радианға тең. Жиілігі, мынау циклдік жиілік 628, ол 2 пи көбейтілген ньюға тең. 628-ді мынау 6,28-ге бөлсеңіздер, жауап жиіліктің жауабы 100 герцқа тең болады.
тізбек бөлігінің ұштарына кернеуі мынандай заңдылықпен өзгереді. Уақыттың Т бөлінген, период бөлінген 12 мезетінде кернеу 100 вольтқа тең. Кешіріңіздер, 10 вольт. Кернеудің әсерлік мәнін табыңыз. Бірінші бұл амплитудасын тауып алайық. 100 тең болады. Амплитуда көбейтілген синус омега ол 2 пи бөлінген Т-ға тең. Уақытымыз Т бөлінген 12, пи бөлінген 6. Қысқарады. Пи бөлінген 6 қосқан пи бөлінген 6 ол пи бөлінген 3-ке тең, е? UM көбейтілген синус пи бөлінген 3. Сонда 10 тең болады UM. Пи бөлінген 3 60. Синус 60 түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең. UM неге тең? 20 бөлінген түбір асты 3. 20-ны түбір асты 3-ке бөлсек 11,155 вольт шығады. Әсерлік мәні, амплитудалық мәнін түбір асты 2-ке бөлгенге тең. Мынаны тағы да бөлеміз. Түбір асты 2-ге 8,2 шамамен 8,2 вольт болады. Сонымен біздің бұл тақырыптағы есептеріміз де бітті. Сау болыңыздар.